Қазақстанда электрокардың пайдасынан зияны көп. Литий иондық батареяларды шығару үшін оның құрамында не бар? Оның құрамында литий бар, марганец бар, никель бар, кобальт бар. Оны анау батарейканы былай қараған кезде. Ал 1 тонна литий шығару үшін 2 миллион тонна ауыз суын бұзу керек. Блумбергтің есебі бойынша 2025 жылы әлемде 3,4 миллион электр аккумулятор блоктары қалып қояды екен. Қазақстанда қанша? 87,7% жылу электр станциясы, 12,3% гидроэлектростанциясы өндіретін. Ал егер оны отын бойынша бөлетін болатын болсақ, 70% көмір, 10% газ. Министр энергетиканың айтқан сөзі бар ғой, берген есебі бар. Қазақстанда қанша бар жылу электр орталықтары дейді, ТЭЦ, теплоэлектрический централи ма? Оның қасында 37-сі бар болатын болса, соның 19-ы қызыл зонада, 11-і сары зонада, 7-і жасыл зонада. О 7-і жасыл зона дегеннің өзі күмән. Себебі не зоналар ол? Не сары? Ана риск, ана бұзылуға рискі жоғары деген. Жарамсыз болып қалуға рискі жоғары деген. Ол банағы ТЭЦ-тердің 66%-ның тозығы жеткен дейді, износ. Одан кейін анау 76% ТЭЦ-тер 50 жылдан артық жұмыс жасаған деп келеді. Жылу электр орталықтарының банағы орта жасы 61 жыл дейді. Бұл дегеніміз бір жерің жыртық болса, басқа жерің 40 болады.